Осындай әдемі махаббат май шамы мені қарап отырған сізге арналады. Сәлем достар. Арай апай бүгін сіздерге осындай әдемі болған махаббат май шамының рецебімен бөліседі. Видеоны соңына дейін көріп шығып, менің каналыма жазылуды ұмытпағайсыздар. Ең әуелі майшам жасауға қажетті заттарды дайындап аламыз. Міне бұл стакан балауыз шамына арналған соя. Таразыға ыдысты қойып, сояны өлчеп аламыз. Әдетте сояны төмен температурада ерітеміз. Мен пештің градусын 3-ге теңшеп қойдым. Соя ерігеннен кейін градусын өлчеп 50 градус айналасында болғанда оны пештен аламыз. Стаканды жылу өткізгіш мылтығы арқылы соя құюдан бұрын жылтып аламыз. Ақырын стакандарға құйып шығамыз. Стакандағы балауызымыз қатқанша біз жүрек формасын жасай тұрайық. Оған арнаулы формалы май шамның соясы істетіледі. Міне бұл формаға істетілетін соя. Ыдысқа салып өлшеп аламыз. Ыдысты пешке қойып сояны ерітеміз. Бұны да төмен температурада ерітеміз. Мен градусты 3-ге қойдым. Соямыз еріді. Біз термометр арқылы оның градусын өлчеміз. Градус 85 градус айналасында болғанда пештен алып, қызыл сұйық бояу қосып, оның түсін қызылға өзгертеміз. Осындай ағаш таяқшаның көмегімен сояны әбден араластырамыз. Сояны осындай жүрек формасына ептеп, өте толтырып жібермей құйып шығамыз. Стакандағы балауызымыз осылай қата бастаған кезде балауызданған өзекті дәл ортасына туралап осылай өткізіп қоямыз. Мінеки жүрек формамыз да қатып дайын болған екен. Біз осы бізге жылу өткізгіш мылтығы арқылы жылу өткізіп, дәл ортасынан өзек өткізетін тесікті ептеп тесіп аламыз. Енді стакандағы май шамды алып, жылу өткізгіш мылтығы арқылы май шамның бетін ерітеміз. Ептеп жүрекшемізді қоямыз. Ерітудегі себебіміз жүрекше сол еріген сояға барып жабысады. Мен әдетте майшам жасаған кезде өзегін міндетті түрде осылай ұзын қалдырам. Жасап болғаннан кейін осындай біздің көмегімен әдемілеп осылай орап қоямын. Міне стакандағы махаббат майшамы дайын болды. Бұны өзіңіз пайдалансаңыз да, біреуге сыйлық ретінде ұсынсаңыз да, немесе әртүрлі жолдармен сатылымға қоюыңызға әбден болады. Ал достар, келесі видеода кездескенше.